Саламатсыздар ма оқушылар? Біз бүгін қозғалыс графигі, жол және жылдамдық деген тақырыптар өтеміз. Бірінші есеп қарастырайық. Графикте жаяу адамның жылдамдығының уақытқа тәуелділігі көрсетілген. Осы график арқылы адамның жүрген жолының графигін табыңыз дейді. Жүрген жолы S-тің уақытқа байланысты графигін табыңыз дейді. Енді қарайық. Басында 0-ші секундтан 4-ші секундқа дейін оның жылдамдығы 2v-ға тең, яғни 2 метр секундқа тең. 4 минут бойы қанша жол жүреді сонда? 2 көбейтілген 4, көбейтеміз оны 60 секундқа, сонша метр болады, яғни 8 жетек 6 48, 480 метр жол жүреді екен. 0-ші және 4-ші минуттар аралығында осынша жол жүреді. Ал 4 пен 6-ның арасында оның жылдамдығы 0-ге тең, яғни тұрады екен. Ол жерде жүрген жолы 0-ға тең. 4 пен 6-шы минутта ол тұрады. Уақыты енді 6 мен 10-шы минут арасында не болады? Жылдамдығы 6v-ға тең. Яғни бұл жерде 6 метр секундпен қанша минут жүреді? 4 минут бойы жүреді, 10-нан 6-ны азайтсақ 4 минут. Сонда жүрген жолын есептейік. 6 көбейтілген 4 көбейтілген 60 метр болады. 240 секунд 6-ға көбейтеміз. 240-ты 6-ға көбейтсек 0, 6 жетегі 4, 24, 2 ойда 12, 14. 1440 метр болады. Яғни графикте біз былай белгілейік. 500, 1000, 1500 болсын. 500, 0. Мынау метрмен берілсін, ал мынау бізде минутпен берілсін. Сонда 2, 4, 2, 4, 6, 8, 10. Басында, яғни қаншаға дейін жүреді? Шамамен 480-ге дейін жүреді. Бұлай жүреді. Сосын 2 минут бойы тұрады. Одан кейін 1440 деген шамамен мына жер болсын. Бұлай жүреді екен. Ал енді бірінші есепті шығарып болдық, екінші есепке көшейік. Екінші есепте автомобильдің жылдамдығының жолға байланысты несі тұр дейді. Жылдамдығының жолға байланысты графигі тұр. Алғашқы 11 секундта қандай жол жүрді? Алғашқы 11 секундта қандай жол жүрді дейді. Мына жерде анализ жасайық. Алғашқы 10 метрін 5 метр секунд жылдамдықпен жүреді, міне? Сонда мына жердегі уақыт неге тең? 10-ды 5-ке бөлесің 2 секунд. Сосын келесі мына жерде 20 метр бойы 20-ны бөлеміз 4 метр секунд. Яғни 5 секунд. 5 секунд уақытын ол 4 метр секунд жылдамдықпен жүреді. Кейін мына жерде тағы 10 метр жүреді екен. 10 метрді бөлейік 2-ге. Сонда мұнда 5 секундта өтеді екен бұл жолды. Жалпы уақыты 12 секунд болып тұр, Сонда мынаның бүйтейік. Примерно 30 пен 40-тың арасында екендігі түсінікті болып тұр, Енді мына жерде ол 30 метрді 7 секундта жүреді, 7 секунд. Одан кейін ол 2 метр секундпен тағы да қанша секунд жүреді? 4 секунд жүреді.
соответственно 8 метр жүреді. Жалпы жолы 30 қосылған 8, яғни 38 метр болады екен. Келесі есебіміз графикте жылдамдықтың жүрген жолға тәуелділігі көрсетілген. Егер осы 5 және 15 километр арасындағы жолдың несін табыңыз дейді. Орташа жылдамдығы неге тең? Ол үшін біз орташа жылдамдық деген ол жалпы жүрген жолдың жалпы уақытқа қатынасына тең. Жалпы жүрген жол ана жерде 10 километр екен белгілі. Уақытты табуымыз керек. Уақыт мында 2 бөліктен тұрады. Т1 деген уақытымыз, яғни 5-тен 10 километрге дейін, яғни 5 километрді ол 20 километр сағатпен жүреді. Сонда бұл 5-ті 20-ға бөлсек 0,25 сағат болады. Сосын екінші бөлігі, мынау бізде 15, мына 20 мен 10-ның ортасы 15. Яғни 5-ті 5 километрді бөлеміз 15 километр сағатқа. Километр қысқарады. 1 бөлінген 3 сағат болады. 1 бөлінген 4 сағат деп жазайық. Жалпы уақытымыз 1 бөлінген 4 қосылған 1 бөлінген 3. Бұған 4-тен берейік, бұған 3-тен береміз. Сонда 7 сағат бөлінген 12-ке тең. Сонда жылдамдығымыз, орташалығымыз неге тең? 10 километрді бөлеміз 7 сағат мен 12. Яғни 10 көбейту екен 120 бөлінген 7 километр сағат. Калькулятормен табайық. 120-ны бөлеміз 7-ге. 17,1. 10-дыққа дейін, яғни округлите до десятықта 10-дыққа дейін, яғни 17,1 километр сағат болады. Келесі есеп. Мына графикте дененің жүрген жолының жылдамдыққа тәуелділігі берілген. Жалпы жолдағы орташа жылдамдығы неге тең дейді? Соны қарайық. Алғашқы орташа жылдамдықты бірінші формуласын жазайық. Жалпы жүрген жолы 4L бөлінген уақыт табуымыз керек. Уақыт 3 бөліктен тұрады. Уақытымыз Т1 қосылған Т2 қосылған Т3. Т1 неге тең? L деген жолды V0 жылдамдығымен өтті. Т2 бізде. Мынау бізде 2L деген жол, оны 3 V0 деген жылдамдықпен өтіп жатыр. Потом соңғы L деген бөлігін 2 V0 мен өтті. Жалпы жол уақытымыз неге тең? L бөлінген V0 қосылған 2L бөлінген 3 V0 қосылған L бөлінген V0. 2, 3, сонда 6 V0 болады. Астында 6-дан береміз, бұған 2-ден, бұған 3-ден береміз. Сонда 6 қосылған 4, 10, 10 қосылған 3, 13L бөлінген 6 V0 болады. Сонда орташа жылдамдығымыз біздің 4L бөлінген 13L бөлінген 6 V0. Қысқарады. 6 V0 жоғары көтеріледі, яғни 6 4 24 V0 бөлінген 13 шығады екен. Осы бізде орташа жылдамдық. Ал келесі есебіміз, екі машина бір уақытта Ардатовтан Чамзинкаға шығады екен, екі машина. Бір машинада, мына машинада жылдамдықтың жолға тәуелділігі
регистрацияда көрілген дейді. Ал екіншісінде жылдамдықтың уақытқа тәуелділігі берілген. Енді екеуінің результаттары міне көрініп тұр. Мынау бірінші машина, мынау екінші машина, иә? Бұл екеуінің арақашықтығы неге тең болады? 8 минуттан кейін. 8 минут уақыт өткеннен кейінгі арақашықтығы неге тең? Жауапты километрмен белгілеңіз, және де 10-ға дейін көрсетіңіз дейді. Өтірден кейін тағы бір санды дөңгелектеуіміз керек. Қарайық, мына жақта бірінші мына 8 минут деген ол қанша сағат болады? 8 минут, ол 8 бөлінген 60 сағат болады, иә? Мына жерде бірінші бөлігін қарайық. Мұнда 2 километрді 40 км сағат жылдамдықпен өтеді екен. 2 бөлінген 40, 2 километр бөлеміз 40 километр сағатқа. Километрді қысқарады. 1 бөлінген 20 болып тұр, е? 1 бөлінген 20 сағат. 60 бөлінген 20, яғни 3 минут уақыт. Мына жерде 3 минутта өткен екен. Екінші бөлігін қарайық. Ол жерде де 2 километрді енді 80 километр сағатпен жүріп жатыр. Километрді қысқарады. 1 бөлінген 40, яғни 60 бөлінген 40 минут. Ол 1,5 минутқа тең. Общий 4,5 болды. Ал енді біз мына жерде енді қанша қалады бізде? 8 азайтылған 4,5, 3,5 минутымыз бар, е? 3,5 минутта қанша жол жүреді екен, соны есептейік. Ол жерде уже жылдамдығы 60 қой. 60 километр сағат бөлінген 3,5 минут, е? Минутта сағатқа аударамыз. Бұлай болады. 60-қа бөлеміз. Сонда 3,5 километр жүреді екен. Мына жерде дополнительно 3,5 деген қанша ол? 4-ке 3,5 қоссаң, мына жер, е? 7,5 километр. Сонда бірінші машина S1, бірінші машина жүрген жолы 7,5 километр болады екен. Енді екінші машина 8 минут уақыт беріліпті. 8 минутта ол мына бүкіл ауданды есептеуіміз керек. Осы аудан бізде неге тең болады? Жүрген жолға тең болады. Қанша клетка бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 клетка, е? S2 тең болады. 8 көбейтілген. Әр клетканың бір жағында, қараңыздар, 10 метр секунд бар, екінші жағында, міне, мына жақта 2 минут бар, е? 2 көбейтілген 2 минут бар екен. Так, 2 минут біз мына минутты біз неге аударайық? 60 секундқа. Сонда қысқарады. S2 бізде неге тең болады? 80-ді 2-ке көбейтеміз. 80-ді 2-ке көбейтсек 160. 160-ты 60-қа көбейтсек 2-0 артта. 6-6-36. 96 метр. Яғни 9,16 километр болады екен. Демек, екеуінің арақашықтығы S неге тең? 9,16 азайтылған 7,5. 2,1 километр. Сонда екінші машина 2,1 километрге бірінші машинаны осып кетеді екен. Так, енді келесі есеп. Бұл жерде график тұрсап көрсетейік. Бұлай тұр. Графикте жүрген жолдың жылдамдыққа тәуелділігі көрсетілген.
Бүкіл жүрген жолдағы орташа жылдамдық неге тең дейді. Егер v0 бізде 22 км сағатқа тең болса дейді. Енді бүкіл жүрген жол, орташа жылдамдық, бүкіл жүрген жол 3s, 3s бөлінген жалпы уақытқа тең. Уақыт бізде 3 бөліктен тұрады. T1, T2 және T3. Уақыт неде тұр? T1 қосылған T2 қосылған T3. Уақытымыз неге тең? T1 ол s бөлінген v0, T2-міз s бөлінген 2 v0, T3-міз біздің s бөлінген 3 v0-дан тұрады. Мынаған 6-тан береміз, оған 3-тен, оған 2-ден. Сонда 11s бөлінген 6 v0 болады. Орташа жылдамдығымыз 3s бөлінген 11s көбейтілген 6 v0. S қысқарады. 6 7 3 18, 22 км сағат бөлінген 11. Яғни 18 2 36 км сағат. Жауабымыз 36 км сағат. Келесі, велосипедист бір қалыпты 15 км сағат жылдамдықпен А және Б деген екі нүктенің арасында жүр дейді, әрі бері. Велосипедист мына жақтан бастады дейді, жүруді. Ал адам болса мына жақтан бастады дейді. 5 км сағатпен, велосипедист 15 км сағатпен. Екеуінің арақашықтығы 10 километрге тең, екі нүктенің. Екеуі қай жерде үшінші рет кездеседі дейді. Жақсы, енді бірінші рет кездесуін табайық. Бірінші рет екеуі 5-ті, мына 15-ті уақыт жүреді. Сол кезде 15-ті қосылған 5-ті тең болады 10 километр, 20-ті тең 10 километр. Т тең 10 километр бөлінген. Бұл 20 деген километр сағат. Яғни 0,5 сағат болады. Демек, бірінші кездесуі 2,5 километр, велосипедист бізде 7,5 километр жол жүреді. Мынау бірінші кездесу. Енді әрі қарай екінші кездесулерін табайық. Екінші кездесу ол мына жерде болады. Бұл жерде, яғни, адам не істеді? 5-ті бір жол жүрді, ал велосипедист 15-ті бір велосипедистің жүрген жол неге тең? 10 километр жүреді, еще артынан қуалап жетеді. Сонда бұл не деген сөз? 10-ті бір тең болады 10. Яғни уақыты 1 сағат. 1 сағат уақыттан кейін, бастапқы сәттен 1 сағат уақыттан кейін. Демек, бұны бірге көбейтеміз, яғни бұл жерде не болады? Тура ортасында 5 километр жол, мына жақ. Мынауда 5 километр жол болады екен. Ал енді үшінші кездесу қай жерде болады? Үшінші кездесуі примерно мына жерде болсын. Бұл жерде адам 5-ті 2 жүреді. Велосипедист ол былай барып, былай қайтып, былай келеді. Яғни велосипедист жалпы қандай жол жүреді? Егер былай есептейтін болсаңыз, жүрген жолы, мынау 5-ті 2, мынау велосипедисттің жүрген жолы, яғни 15-ті 2 қосқан 5-ті 2 тең болады 3 көбейтілген 10, яғни 30 километр. Сонда 20-ті 2 тең болады 30, ті 2 тең болады 1,5 сағат. Сонда 1,5 сағат деген, яғни
әлі пешеход, жаяу адам мына жерде жеткен жоқ, 7,5 километр жол жүрді. Велик болса, бұлай бір рет барып, қайтып, сосын қайтадан шықты. Яғни А нүктесінен 2,5 километр, Б нүктесінен 7,5 километр жерде кездеседі екен. Келесі есебіміз, екі мотоциклисттің жылдамдықтарының уақытқа тәуелділігі көрсетілген. Екеуі, мынау бірінші мотоциклист болсын, мынау екіншісі. Қанша секундтан кейін уақытын табыңыз еді. Қанша секундтан кейін екінші мотоциклист біріншісін 40 метрге озады дейді. Давайте енді бұны есептеу үшін детально әр несін жазайық. Мына жерде алғашқы 2 секундта бірінші мотоциклист 20 көбейтілген 2, яғни 40 метр жүреді. Екінші мотоциклист 20 метр жүреді. Ол 20 метр артта қалып келе жатыр. Біз екінші мотоциклист 40 метрге озу керек. Ал мына жерде 10 көбейтілген 2, мына жерде 20 метр жүреді, 60 метр болды, общий. Ал мына болса 25 көбейтілген 2, мында 50 метр, 70. Бұл уже мына жерде плюс 10 болды. Мында минус 20 еді, мында плюс 10 метрге озды. Мында 15 жердегі 2, 30 метр жүреді. Мында 20 жердегі 2, 40 метр. Тағы да плюс 10, плюс 20 метрге озады. Мына жерде жартысын қарайық, жартысын қарастырайық. 1 көбейтілген 20 метр жүреді. Мына жерде 1 көбейтілген 25 метр. Яғни мына жерде плюс тағы 5 метр болады, сонда плюс 25 болады. Сосын мына жерде тағы да ол 20 метр жүреді. Ал мынау ол жерде уже 30 метр. Плюс, сонда 10 метр болады тағы, 35 болып кетті. Енді сосын мына жерде 10 метр жүрді. Мынау 15 метр жүрді. Тағы да плюс 5, яғни плюс 40 болады. Сонда қай моментте 9 секундта 40 метрге озады екен. Келесі есебіміз, екі машина, біреуі қызыл, біреуі көк, бір уақытта, бірдей бағытта жылжи бастады. Графиктері берілген дейді. Қандай екеуінің арасында қандай максимальный қашықтық болды дейді. Егер қызыл көкті басында уже 1440 метрге қызыл озып бара жатты дейді, көкті. Так. Мына жерде қарайық. Қызыл басында қалып атыр. Яғни қызыл мен көктің ара қашықтығы мынау болады, айырмашылығы. Қанша болып тұр? Бұл треугольникті біз бұлай жазсақ болады, Мынандан екеу, яғни ол бұлай болады. Демек бұл 16-дан 8 айсы, мына жер 8, мына жақ 2 минут, яғни 120. 120 көбейтілген 8 қанша болады? 0, 8, 7, 2, 16, 960 метр. Бұл жерде қызыл көктен 960-қа қалып қалды. Сонда екінші минутта бұл 1440 азайтылған 960. Яғни 0. 480 метр ғана озат қызыл. Ой, мынау минут. Енді келесі жерде қараңыздар, мына жерде ол қызыл қайтадан оны басып озады екен. Қызыл қайтадан басып озады. Мына жерде ең максимальны қашықтық болу керек. Яғни келесі 4 минутта қанша жол жүреді? Мынандай треугольниктен 3 бұрыштан 4-еу бар. Яғни жаңағы мына қашықтықта 962 көбейтеміз. 0, 2, 1920. 1920-ны қосамыз 480-ге. Сонда 0, 0,
2500 болады екен. 2500 метр. Мына жерде, яғни 6-шы минутта максимальный қашықтық болады. Одан кейін қайтадан көк оны озады, қайтадан ара қашықтығы жақындайды. Сол үшін екеуінің максимальный қашықтығы 2500 болады екен. Километрмен жазатын болсақ, 2,5 километр. Так, келесі және біздің соңғы есебіміз. Графикте орташа жылдамдықтың уақытқа тәуелділігі берілген. Машинаның 5-ші және 10-ші минуттағы жылдамдықтарының айырмашылығын табыңыз дейді. Так, 5-ші және 10-ші минуттағы жылдамдықтар. Орташа жылдамдығы басында бір қалыпты өсіп бара жатыр, е? Басында 0 болады. Сонда 5-ші секундта орташа жылдамдығы бізде 5-ші минутта не болады? Так, міне екеуінің ортасы. Яғни бұл 15 пен 10 ортасы 12,5 болады. Так, 5-ші минутта оның орташа жылдамдығы 12,5 метр секунд болады. Бұл орташа жылдамдығы неге тең? Так, басында 0 болады, я? Сосын уақыт өте келе ол бір қалыпты көбейіп бара жатыр. Жүрген жолы бөлінген уақыт. Демек, бір қалыпты көбейіп бара жатса, жүрген жолы бізде уақыттың квадратына пропорционально болу керек. Сол кезде орташа жылдамдық уақытқа пропорционально болады. Так. Ол не деген сөз? Яғни орташа жылдамдығы, оның басында 0 деген, жылдамдығы басында 0 болды. Сосын сол моментте 5-ші минутта оның жылдамдығы V1 жүрген жолы бір қалыпты көбейіп барады. Сонда V1 T бөлінген 2 болады. Уақыт. Сонда V1 бөлінген 2. Яғни сол моменттегі жылдамдығы оның 25 метр секундқа тең. Бұл 5-ші минуттағы жылдамдығы. Солай бұл несі жылдамдығы қаншаға дейін көбейеді? 15-ке дейін көбейеді. Яғни бұл жерде 30 метр секунд болады, жаңағыдай логикамен есептесек. Әрі қарай бір қалыпты, себебі әрі қарай оның жылдамдығы 30 болады. Яғни 10-ші минутта оның жылдамдығы 30 метр секунд. Сонда айырмашылық V1 бөлінген V2 минус 5 метр секундқа тең. Жақсы, осымен сабағымыз соңына келіп аяқталды. Сау болыңыздар. Армысыздар ағайын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қозғалыс графигі, шеңбер бойымен қозғалыс және өзен бойымен қозғалыс деп аталады. Бүгінгі сабағымызда осы тақырыптарды мысалдармен бірге өтеміз. Бұл біздің екінші сабағымыз болып саналады. Енді орысшасын есептемегенде. Бірақ балалар қазақшаға да орысшаға да қатысыңдар сабақтарға. Себебі сабақтарда әр түрлі заттар түсіндіріледі. Және де есептер әр түрлі болады. Енді қозғалыс теңдеулері. Біз осы жолы жаңа бір А деген физикалық шаманы өтеміз. Ол үдеу деп аталады. Үдеу деген оның өлшем бірлігі метр бөлінген секунд квадратқа тең.
үдеу жылдамдықтың уақытқа қатынасына тең. Яғни мынандай формуламен табамыз. Егер үдеуіміз біздің тұрақты болса, осы формуланы қолданамыз. В деген соңғы жылдамдық. V0 деген алғашқы жылдамдық. Т дегеніміз уақыт. Және мына екінші теңдеуімізге қарайық. X деген соңғы координата. X0 алғашқы координата. V0 алғашқы жылдамдық. Және де АТ квадрат бөлінген 2 ол үдеуден келетін бір бөлік. Егер үдеуіміз 0-ға тең болса, онда біздің теңдеуіміз жай ғана X0 қосылған V0 болады. Мынандай теңдеу парабола деп аталады. Параболаның теңдеуі. Яғни ол қалай? AX квадрат қосылған BX қосылған С тең болады 0-ға. Осыны дискриминантпен шығарамыз. Біздің квадраттық теңдеуді формуламен шешу деген видеоға қарап көріңіздер. Енді қозғалыс графигі туралы есептерден бастайық. Бізге бірінші үдеудің уақытқа тәуелділігі берілсін. Біз енді жылдамдықтың уақытқа тәуелділігін және де координатаның уақытқа тәуелділігін табуымыз керек. Бастапқыда қарасақ 0 секундтан 3 секундқа дейін біздің үдеуіміз тұрақты. Демек, біздің жылдамдығымыздың ол формуласын жазатын болсақ, V тең болады. Енді алғашқы жылдамдықты мына жерде біз 0-ге тең деп алайық. Алғашқы координатаны 0-ге тең деп алайық. Онда V тең болады АТ-ға. Яғни, ол бір қалыпта өседі. 3 көбейтілген 3. Сонда 3 секундта ол 9 метр секунд болады екен. Ол мына жер. Тұрақты өседі. Линия болады ол. Сосын үдеуіміз бізде 3 секундтан 6 секундқа дейін 0-ға тең. Демек, ол кезде біздің жылдамдығымыз тұрақты болып қалады. Міне, графигіміз дайын. Енді X-тің уақытқа тәуелділік графигін табайық. Бізде жылдамдық бір қалыпты өсіп жатыр. Яғни үдеу бар. Демек, біз алғашқы 3 секундта қанша жол жүретіндігін табайық. Айтпақшы, V0 да бізде 0-ге тең болғандықтан, біз АТ квадрат бөлінген 2 деген теңдеуді қолданамыз. Яғни, 3 секундта ол 3 көбейтілген 3 квадрат бөлінген 2. Демек, бұл бізде 27 бөлінген 2, 13,5 метр болады. Сосын, кейін 3 секундтан 6 секундқа дейін ол бір қалыпты жүреді. Бір қалыпты, значит, X тең VT. Жылдамдығымыз 9-ға тең, көбейтеміз. Жүрген жол айырмашылығы 3 болады. 27 метр болады екен. 6 секундта 3 пен 6 секундтың арасында 27 метр. Бұны біз өткен жолғы сабақта қалай өтіп едік? VT графигінде аудан жолға тең. Бұл жерде де қарасаңыздар, мына жақ 3 болады, мына жағы 9, яғни 27 бөлінген 2, 3 бұрыш болғандықтан 13,5 болады. Мына жердік 4 бұрыш болғандықтан 9 жердегі 3-іміз 27 метр болады. Яғни бұның ені 3, ұзындығы 9. Енді мына жерде 0 деп белгілейік. Біз мынаны 13,5 деп белгілесек, 27, оған 13,5-ды қосатын болсақ, 40,5 болады. Алғашқы 3 секундта ол бір қалыпты өседі.
кейін ол тұрақты түрде өседі, жылдамдық тұрақты болады. Графигіміз дайын. Бұл есепті біз шығардық. Енді бізге жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигі берілген болсын. Осы арқылы біз X пен A-ның уақытқа тәуелділігін табайық. Әрине біз бастапқы нүктесі берілмеген, сол үшін 0 деп ала салайық. Қарайық, біз бірінші X-ті табу үшін ауданды тапсақ болады. Мәселен, ауданымыз неге тең? 20 көбейтілген 2 бөлінген 2. Яғни 20 метр. X1 20 метр. Бұл жерде үдеуімізді де қалай табамыз? Үдеуіміз ол дельта V бөлінген дельта T-ға тең. Яғни жылдамдықтың өзгеруі 20-ға тең, уақыттың өзгеруі 2-ге тең. Демек, алғашқы бөлігінде 2 секундында бізде 10 метр секунд үдеуімен жылжиды екен. Мынаны біз 10 деп белгілесек, алғашқыда былай болады. Ал жүрген жолымыз біздің, біз жолды нақты соңғы несін білгенше пока жазбай тұра тұрайық. Енді екінші бөлігінде тұрақты 20 метр секунд жылдамдықпен жүреді. 1 секунд қана болады ол. Сол үшін оны былай белгілейік. 2-ден 3-ші секундқа дейін. Бұл жерде біз x2 екінші бөлігінде жолымыз неге тең? Ені 1 секундқа, ұзындығы 20-ға тең. 20 көбейтілген 1, яғни 20 метр. Кейін соңғы бөлігінде, жерінде соңғы бөлігін шығаратын болсақ, бұл жерде ені 3-ке тең, ұзындығы 20-ға тең. 20 көбейтілген 3 бөлінген 2, себебі 3 бұрыш. 30 метр. Дұрыс. Жалпы жүрген жолы неге тең екен? 70 метрге тең екен, 20 қосқан 30 тең болады 70 метр. Онда біз жазуды бастайық. Әр клетканы 10 метрден деп алатын болсақ, 70 болсын, 40 болсын. Соңғы сәтте A3, A2 0-ге тең, үдеу. A3 соңғы сәтте бізде жылдамдықтың өзгеруі неге тең? -20-ға тең, азайып жатыр. Ал уақыттың өзгеруі 3-ке тең. 20-ны 3-ке бөлсек, -6,7 болады. Мына жері болсын, -6. Соңғы бөлігінде бұлай жүреді екен. Жолдың басында бір қалыпты өседі. 20 метр. Сол үшін ол бұлай болсын. Кейін 1 секунд бір қалыпты жүреді. Одан кейін кемімелі қозғалыс болады. Сол үшін бұлай қарай кетеді. Міне. Жауабымыз дайын. Енді келесі есепте X-тің уақытқа тәуелділігі берілген болсын. Мына жерде қарап отырсаңыздар, -2-ден 4 метрге дейін бір қалыпты жүреді. Сосын 4 метрде тоқтап тұрады. Одан кейін қайтадан бір қалыпты жүреді екен. Демек, жылдамдық бір қалыпты немесе жылдамдық 0-ге тең. Онда біздің үдеуіміз бүкіл 7 секунд бойы 0-ге тең болады. Жылдамдықты табайық. Жылдамдық неге тең еді? Формула бойынша дельта X бөлінген дельта T. Бастапқыда 4 минус 2 бөлінген 3 секунд. 6 бөлінген 3, 2 метр секундпен жүреді екен. Бастапқы бөлігінде, ортаңғы бөлігінде 0-ге тең. Онда 2
Ал V3'іміз болса 12-ден 4-ті азайтып, біз 2-ге бөлеміз, 2 секунд. 2 секунд. 8 бөлінген 2, 4 метр секунд. Яғни мұнан біз әр клетканы 1 метр секунд деп алатын болсақ, онда бізде 2 болады. Алғашқы 3 секундта 2 болады. Содан кейін 2 секундта 0, одан кейін 2 секундта 4 болады. Қозғалыс графигіне байланысты есептерді бітірдік. Енді біз өзен бойындағы қозғалысқа байланысты есептер шығарайық. Бізде мына қайығымыз өзенге перпендикулярына 90 градуспен 10 метр секундпен қозғалып барады. Ал өзеннің ағысының жылдамдығы 5 метр секундқа тең. Өзеннің ені 100 метр болса, қайықты қанша метрге ағыс алып кетеді? Және де уақытты табыңыз дейді. Бұл есеп H тең болады 10 көбейтілген Т деп тапсақ болады. Сонда уақытымыз біздің 10 секунд болады. Ал X-іміз біздің неге тең? U-ті. U болса өзеннің жылдамдығы 5 көбейтілген 10 тең болады. Ағыс 50 метрге алып кетеді екен. Келесі есепте бізде қайық енді қиғаш кетіп бара жатыр. Оның жылдамдығының компоненталары берілген. Бұл қайығымыз егер 500 метрге ағыс алып кететін болса, 200 метр кеңдігі бар өзеннен өтетін болса, уақыт пен ағыстың жылдамдығын табыңыз. Уақытты табу үшін біз H-ты перпендикуляр жылдамдыққа бөлеміз. Яғни 200 бөлінген 5 тең болады 40 секунд. Енді біздің X-іміз неге тең болады? U қосылған V параллель көбейтілген уақыт болады. Яғни 500 тең болады U қосылған параллель 5 көбейтілген 40. 50-ді 4-ке бөлсек 12 жарым тең болады неге? U қосылған 5-ке. Ағыстың жылдамдығы бізде 7,5 метр секунд болады екен. Енді шеңбер бойымен қозғалыс деген тақырыпты бастайық. Айналмалы қозғалыс деп атасақ болады бұны. Кітаптарда айналмалы қозғалыс деген сөз термин қолданылады. Период пен жиілік деген физикалық шамалардың не екендігін біз айта кетейік. Период деген кез келген циклдық қозғалыстың бір рет қайталануының уақытына период деп атаймыз. Ол шеңбер бойымен қозғалыста болуына болады. Тербелістің кез келген түрі болады. Яғни бұны жаза отырайық. Дегеніміз периодқа тең. Ол кез келген циклдік қозғалыстың бір циклдың қайталану уақыты. Периодымыз уақыт болғандықтан оның өлшем бірлігі секунд болады. Жиілігіміз неге тең? Жиіліктің формуласы 1 бөлінген период. Яғни оны секунд минус 1. Немесе оны герц деген ғалымның құрметіне герц деп атаймыз. Ол не нәрсе? 1 секундта қанша рет айналады деген сөз. Жиілік дегеніміз 1 секундта дене қанша циклдық қозғалыс жасайды. Шеңбер бойымен қозғалыста енді бұрыш маңызды. Бұл жерде сіздерге біздің жаңағы физик, олимпиадчик немесе оқушыда болу керек калькуляторды көрсетіп тұрмын. Бұл жерде қарасаңыздар, мына degree деген кнопка бар ғой.
Бұл бұрыш деген сөз ағылшынша. Бұл кнопканы байқау керек. Мына үстіңгі жақта дек деген нәрсе тұратын болса, бұл градус деген сөз. Рад деген онымыз, ол бізде радиан деген сөз. Яғни, пи радиан қаншаға тең? 180 градусқа тең. Сол үшін бұл жерде, егер радианмен жазатын болсаңыздар, 3,14 деп жазу керек. Егер градуспен жазатын болсаңыздар, 180 деп жазу керек. Ал халықаралық си өлшем бірлігінде бұрыштың өлшем бірлігі радиан болады. Бірақ синус, косинус, тангенс сияқты функцияларды қолданған кезде оның ішіне осылай радиан немесе градуспен өзіңіз білгеніңізше жазсаңыз болады. Бұрыштық жылдамдық және сызықтық жылдамдық. Сызықтық жылдамдық деген кәдімгі жылдамдық. Ал бұрыштық жылдамдық ол сызықтың жылдамдықтың радиусқа бөлінісіне тең. Немесе бұрыштық жылдамдық дегеніміз ол бұрыштың уақыттық қатынасына тең. Жылдамдық ол жолдың уақыттық қатынасына тең екендігін білесіздер. Ал енді шеңбер бойымен қозғалыста жол неге тең? Ол радиустың бұрышқа көбейтіндісіне тең. Бұл жерде әлбетте бұрыш радианмен жазылу керек, радианмен берілген. Формулаларын өттік, енді есеп шығаруды бастайық. Жақсы. Жердің өз осынан айналу бұрыштық жылдамдығы және де орбитадағы айналу бұрыштық жылдамдығын табайық. Жер өз осынан 24 сағатта айналатындығын білеміз. Бұрыштық жылдамдық ол 2π бөлінген т-ға тең формуласы. Немесе 2π көбейтілген жиілікке тең. Бұл нью деген гректің әрпі жиілікті білдіреді. Біз омега 1-ді осылай тапсақ болады. Омега 1 неге тең? 2π бөлінген 24 сағатта әлбетте секундқа аударуымыз керек. Сол кезде бізде қандай жауап шығады? Шамамен 7,3 бөлінген 10-ның -5 дәрежесі радиан бөлінген секунд шығады екен. Ал жердің орбитадағы айналу жылдамдығы омега 2-міз неге тең? Ол біз жердің орбитада қаншалықты бұрыштың қанша уақытта айналатындығын біз білеміз, е? Ол жерде Т2-міз неге тең? 1 жылға тең. Жазайық. 2π 1 жыл. 1 жылда 365,25 күн бар. Әр күнде 24 сағат, әр сағатта 3600 секунд бар. Жауабымыз 2 көбейтілген 10-ның -7 дәрежесі радиан бөлінген секундқа тең. Енді келесі есебімізде жиілік берілген. Жиілік 1800 айналым минутына дейді. Радиус 50 сантиметр. Бізге периодты, бұрыштық жылдамдықты және де сызықтық жылдамдықты табу керек. Бірінші біз жиілікті си жүйесіне аударайық. Яғни 1 минутта 60 секунд болады. Сол кезде бізде нөлдер қысқарады. 186-ға бөлсек 30 герц болады. Дұрыс. Енді периодты тапсақ болады. Период 1 бөлінген жиілікке тең. 1 бөлінген 30 секундқа тең. Омегамыз неге тең? 2π нью. Яғни 2π көбейтілген 30-60π радиан бөлінген секундқа тең. Ал сызықтық жылдамдығымыз ол омега арға тең. Яғни 60π көбейтілген 50 сантиметрді си жүйесіне аударсақ, жарты метр болады.
жылдамдығымыз 30 пи метр бөлінген секундқа тең. Келесі есебімізде дене шеңбердің 30 градус бөлігін 5 секундта өтеді. Дененің периоды, бұрыштық жылдамдық, сызықтық жылдамдық және жиілігін табыңыз дейді. Біз енді осы 30 градуста 5 секундта өтетін болса, біз период дегеніміз ол 360 градуста қанша уақыт өтеді деген сөз. Осы пропорция арқылы периодты таба аламыз. 360 көбейтілген 5 бөлінген 30 бөлсек 12. 12 жердегі 5-іміз 60 секунд. Жиілік 1 бөлінген периодқа тең. Яғни 1 бөлінген 60 герцқа тең. Бұрыштық жылдамдық 2 пи бөлінген т-ға тең. Яғни 2 пи бөлінген 60 пи бөлінген 30 радиан бөлінген секундқа тең. Сызықтық жылдамдығымыз біздің омега r-ға тең. Яғни пи бөлінген 30 көбейтілген 0,1 10 см 0,1 метр болады. Пи бөлінген 300 метр бөлінген секундқа тең. Таптық барлығын. Жақсы, келесі есеп. Екі нүкте шеңбер бойымен осындай теңдеумен қозғала бастайды екен. Ол не деген сөз? Екеуі екі жаққа қарай қозғалып жатыр. Екі нүкте кездескен кезде салыстырмалы жылдамдық неге тең дейді? Ол не деген сөз? Екі нүкте бір рет кездесу үшін екеуінің жалпы омега 1 болса, бұрышы, фи1, фи2 болса, фи1 қосылған фи2 неге тең болу керек? 2 пиге тең болу керек. Осы кезде біздің уақытты таба аламыз. Яғни 2 қосылған 2-ті, азайтылған 3, азайтылған 4-ті. Яғни плюс-минус 2 пи. Бұл жерде бізде минус 2 пи болады. Значит, себебі уақыт оң сан болу керек қой. Сонда 2 пи азайтылған 1 тең болады. 2-ті уақытымыз біздің 2 пи азайтылған 1 бөлінген 2 секундқа тең. Салыстырма енді омега 1 неге тең? Омега 1 ол фи1-дің уақытының жанындағы шама болады. Омега 1 өзгермейді екен уақытпен. Омега 2 неге тең? Минус 4 радиан бөлінген секунд. Яғни екеуінің жылдамдықтары фи1 ол омега 1 rt-ға тең, фи2 ол омега 2 r-ға тең. Екеу бір-біріне қарай қозғалып бара жатады. Яғни екеуінің салыстырмалы жылдамдығы неге тең болады? V1 қосылған V2 болады. Бір-біріне қарай кетіп бара жатқандықтан модульдермен қосамыз екеуін. Яғни 2 қосылған 4 көбейтілген 2 метр. 12 метр секунд болады. 12:00-ден кейін сағат қаншада? Сағат пен минут тілдері кездеседі. Бізде екеуі де бұлай тұр, екеуі де әрі қарай не істей бастайды? Бір бағытта қозғала бастайды. Әр қайсының біз омегаларын білеміз, Омега 1 деген сағаттық неге тең? 2 пи бөлінген сағаттың периоды 1 сағатқа тең. Минуттық тілдің периоды 1 минутқа тең. Екеуі бір жаққа қарай
қозғалады, бірақ минут сағаттан сағатты бір круг басып озу керек. Значит, біз омега 2 азайтылған омега 1 т тең болады неге? 2 пиге. Яғни орындарына қойсақ 2 пи 1 бөлінген т2 азайтылған т1 т тең болады неге? 2 пиге. Яғни бізде уақыт т1 т2 бөлінген т1 азайтылған т2 болады. Бір сағат 60 минут есептейік. 60 минут көбейтілген 1 минут бөлінген 59 минут. Яғни уақыт шамамен 61 секунд болады екен. Мына жерде екі таяқша ортадағы шеңбердің айналасын айналып жатыр. Екеуі қарама-қарсы бағытта суретте көрсетілгендей жылжып жатыр. Егер контактный нүктелерде сырғанау болмаса, ортадағы шеңбердің бұрыштық жылдамдығы мен түзу бойындағы жылдамдығы неге тең? Демек, біз былай жазайық. А нүктесінде, қарай, А нүктесінің жылдамдығы V1-ге тең. Ал мына жақта не болып жатыр? Ол сызықтық жылдамдық оңға қарай бағытталған, бұрыштық жылдамдық солға қарай бағытталған. Демек, V1 неге тең болу керек? Омега R азайтылған V-ға тең болу керек. Б нүктесінде қарайтын болсақ, V2 жылдамдығы былай қарай V2 болу керек. V2 неге тең? V қосылған омега R. Омега R қосылған V. Осындай екі теңдеуден біз бірінші екеуін қосу арқылы бұрыштық жылдамдықты таба аламыз. Бұрыштық жылдамдық неге тең? V1 қосылған V2 бөлінген 2 R-ға тең. Сосын бұны азайту арқылы біз сызықтық жылдамдығын таба аламыз. Бұл жерде бір-біріне қарама-қарсы бағытта айналып жатқан екі цилиндр бар. Оның ортасында үшінші цилиндрдің жылдамдығы неге тең дейді. Екі цилиндрдің радиустары мен жылдамдықтары берілген, суретте көрсетілгендегідей. Ортадағы сырғанау жоқ. Без скальживания. Без скользения. Сырғанау жоқ. Бұл үшінші цилиндрді біз бүйтіп алайық. Жылдамдығы V былай қарай бағытталсын. Үстіңгі нүктеде айналып жатқан болса, бұның жылдамдығы неге тең болады? V қосылған омега R. Астыңғы нүктеде не болады? Омега R азайтылған V болады. Омега R азайтылған V-мыз бізде неге тең екен? Омега 2 R-ға тең. Ал үстіндегі жылдамдығымыз омега 1 үлкен R-ға тең. Тура алдындағы есеп сияқты шығарамыз. Омега 1 R неге тең болады? V қосылған омега R-ға. Омега 2 R минус V қосылған омега R. Бұл екі теңдеуді қосып жіберсек, біз бұрыштық жылдамдығын табамыз. Қосылған омега 2 R бөлінген 2. Кешіріңіздер, біз бұның радиусын біз бұл жерде R штрих деп жазайық. R штрихті табуымыз керек қой. Мына ортаңғы жағы болғандықтан бұл неге тең? R қосқан R бөлінген 2-ге тең R штрих.
штрих, яғни омегамыз неге тең? Омега 1 r қосылған омега 2 кіші r бөлінген r қосылған r-ға тең. Ал жылдамдығымыз біздің омега 1 r азайтылған кішкене r бөлінген r қосылған r-ға тең. Санын өздерің қойып алыңдар. Енді үй жұмысы матхустан физика деген бөлігіне кіресіздер. Ол жақтан 7-8 кластың таңдап, ол жерден мына есептерді шығарып келеміз. Оқушылар, өтініш, біздің мына тапсырмаларды орындап, егер шығара алмай жатсаңдар, комментарийға жазыңдар. Комментарийларыңа мен қараймын. Соған сай келесі жолы сол есептерді сабақтың ішіне кіргізіп шығарып кетем. Комментарий және подписаться етуді ұмытпаңыздар. Және де бұны басқа балаларға да таратыңыздар. Бұл курсымыздан ешкім қапыда қалмасын. Жақсы, келесі кездескенше сау болыңыздар.